Саламатсыздар ма, әріптестер. 7-ші сынып қазақ тілі ашық сабақ. Тақырыбы айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған. Тақырыпты ашу үшін миға шабуыл сұрағын қойып аламыз. Алыстағы досыңа, туысыңа маңызды ақпарат айту үшін нені қолданасыңдар деген сұрақтарды қою арқылы тақырыпты ашып аламыз. Тақырып айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған. Яғни ақпараттардың бір түрі телефон, телефакс, хат екенін біледі. Енді сол тақырыпты ашу үшін біздің бағалы критерийлерін жасаймыз. Сол критерий арқылы балалар тапсырманы орындап шықса, сабақ өз мақсатынан шығады. Яғни топтастыру, салыстыру, графиктік кесте, сәйкестендіру, эссе жазу арқылы балалар тақырыптың мақсатын, осыны орындаса тақырыптың мақсатына шығады. Топтастыру әдісі факс, жеделхат, телефон бойынша оқулықтағы мәтіндерді қарай отырып топтастырады. Өткен тақырыпта есімшені өтсек, осы жолы көсемші, соны оқып алып, Вен диаграммасы кестесін толтырып, ортақ қасиеттерін табады. Екінші тапсырма графиктік кесте толтырады, яғни зат есім тауып алады. Зат есім мен етістікті тауып, сол етістік арқылы талдайды. Оның сұрағын қояды, түбір жұрнағы, ненің жұрнағы, есімшенің бе, көсемшенің бе, содан кейін жалғау, ненің жалғау, жіктік жалғау ма, соны тауып арқылы балалар сол зат есім бойынша сурет салады. Яғни бүгінгі өткен факс па, жеделхат па, телефон ба, соның суретін салады. Бұл өте балаларға, осы графиктік кесте балаларға өте қызығушылығын арттыратын әдістің бірі. Үшінші тапсырма ретінде сәйкестендіру әдісі. Өнер білім бар жұрттар Ыбырай Алтынсариннің өлеңін тыңдау арқылы балалар бұрын Ыбырай Алтынсарин осы арқылы нені армандаған, нені қиялдаған екен, қазіргі соның бәрі неге айналғанын балалар өлеңді талдап, мағынасын біліп, тез-тез сәйкестендіріп таба алады. Өте жақсы әдіс. Соңында өнер білім бар жұрттар өлеңі арқылы автордың айтпақ ойы не, болашақ ұрпақтан не күтіп отыр. Осы арқылы балалар Попс формуласы арқылы өз ойларын жеткізеді. Міне осылай білім алушылар өздерінің бүгінгі тақырып бойынша осындай әдіс-тәсілдер, тиімді әдіс-тәсілдер арқылы сабақтың өз мақсатына жетеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.